Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерді бүгін видеомда кез келген бұйымға английский воротниктің әрі жылдам, әрі әдемі тігілу әдісін көрсететін боламын. Келесі видеоларында көрсететін жұмыстарды жіберіп алмас үшін қоңыраушамен лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жалпы английский воротник дегеніміз бұл костюм жаға деп аталады. Қарапайым түрде аталатын атауы. Ал енді біз өзіміздің основной немізге келетін болсақ, мынау бізде основной лекала деп алайық. Мынау лекаламыздың мойын ойындысы, мынау ортадағы середина сызығы. Осы середина сызыққа біз қосымша тағы да 4 сантиметр ғып сызып аламыз. Бұл біздің костюміміздің түймелеуге айқасатын запасы болып саналады. Ал енді мынаудан былай қарай айналып мен көрсетіп жатырмын. Бұл жағаға керекті қосымша жаңағы матамызға қосылып қиылатын сызығымыз. Міне менің жанымда экраннан сурет шықты. Сол суреттегі жағаны көрсеңіздер, уже көздеріңіздің алдына анық картина шығады. Мынау артқы бойы әрине. Міне енді мынау қазір мен штрихпен көрсетіп тұрған жерлерді сіздер тағы да қосалқы бөлшектерін қырқып аласыздар. Ол кез келген бұйымның ішкі өңірін өңдейтін деталі болып саналады. Міне мынау артқы деталінің штрих сызығымен көрсетіп қойдым. Осыларды қиып алып, астына дублерен жапсырып аламыз. Дублерен жалпы бұйымның формасын береді. Одан кейін мынау бізде жаға көрінісі. Менде жалпы 18 деп тұр. Ол мойын ойындысының алдымен артқы ойындысының қосындысын қосқандағы 18, яғни 36 жалпы жаға сіздерде 2 бүктеліп тұр деп есептеңіздер. Сонда ол 36-ны береді. Яғни 0,5, 0,7 қосымша тігіске тағы да қосып сызып аласыздар. Көрдіңіздер ғой? 18-де 8 деп жалпы міне қараңыздар сызып аламыз. Енді біз осы сызып алған немізге жағаның формасын түсіріп шығамыз. Қараңыздар. Мына нүктеден мына нүктеге дейін 8 сантиметр. Бұл біздің артқы мойын ойындымыздың өлшемі. Қараңыздар, енді осы 8 өлшемі жағаны ашып қарағанда толық көрінеді детальдің. Енді мына нүктеден мына 2 деген нүктеге бұл біздің алдыңғы мойын ойындымыздың өлшемі. 2 деген санымыз ол 18 деген нүктеден біз жалпы сызып алған чертеждан 2 сантиметр төмен түсіп барып линияны қосамыз. Содан ары қарай мына нүктеден оңға қарай 3 немесе 4 сантиметр жағаға керекті ұшын қосып сызамыз. Қараңыздар, жалпы жағаның несі шықты көрінісі. Қараңыздар, енді мынау ішкі өңірлерін қырқып алған өңдейтін бұйымдарды қазір біз қараңыздар, мен қиып алдым. Сіздерге түсінікті болу үшін мен 2 түрлі цвет таңдадым. Мынау күлгін цвет бұл ішкі өңіріне өңделетін бөлігі, ал астындағысы ол жаңағы основной бұйымдарыңыздың түсі деп есептеңіздер. Мынау жағасы тоже 2 түрлі цветте. Қарап тұрсаңыздар, енді қазір артқы өңірінің мынау үстіндегісі астыңғы өңірін өңдейтін анау аст қарасы. Енді осы детальдарды бір-біріне қосып аламыз. Қараңыздар, иық сызықтары мен иық сызықтарын бір-біріне теңестіреміз. Сөйтеміз да біз бұйымды тігіп, әрі үтікке басып үтіктеп қоямыз. Енді астыңғы өңірінің детальдарын біріктірдім. Қазір соны тігіп аламыз. Мен тігіп жатырмын. Қарап тұрсаңыздар. Енді әрі қарай біз жағаны өңдейміз. Жағаны бір-біріне беттестіріп аламыз. Міндетті түрде машинка тігісіне салмай тұрып, біз жағамызды қол инемен көктеп аламыз. Қол инемен көктеп алмаса, жағамыздың бірден тігіске салуға машинкаға болмайды.
бұйымды бүлдіріп аласыздар. Оны бүлдіргеннен кейін қайта сөге берсеңіздер, жаңағыдай бұйымдарыңыздың несін кетіріп аласыздар. Міне енді мен бұны машинка тігісіне салып, міне өңдеп тігіп жатырмын, жағасын. Қараңыздар. Тігіп болған жағаны қолмен көктеген жіптерін алып тастаймыз. Міне ұштарын шығарусына керек емес жерлерін шертіп алып тастаймыз қайшымен. Сонда біздің жағамыздың ұштары анық әдемі болып шыға келеді. Міне енді жағаның ұштарын шығарамыз әдемілеп. Қараңыздар. Сосын жағаны тағы да бір-біріне беттескен күйінде қол инемен көктеп аламыз. Сөйтіп барып бұны үтікке басып жаңағы өңдейміз. Бұл үтікпен сол кезде жағаларыңыз әдемі өз формасын береді. Енді біткен жағаны міне жаңағы иықтарына бір-біріне қосқан основной частьқа апарып мен тігіп шығатын боламын. Әрине нүктелеріне реттеп қойып аламын, инемен қыстырып аламын. Қараңыздар, булавкамен. Сосын барып біз бұны тағы да қолмен көктеп аламыз. Қараңыздар. Қолмен көктеп алып жұмыс жасайтын болсаңыздар, әрине бір жұмыстарыңыз екі болмайды, әрі машинка тігісіне сенімді түрде тіге бере аласыздар. Қараңыздар. Булавкаларын алып тастадым. Енді мен бұны машина тігісінде қазір тігіп шығамын. Машина тігісінде мен өңдеп жатырмын. Қарап тұрсаңыздар. Енді астыңғы өңірін оң бетін беттестіріп, бұның да иық сызықтарына теңестіріп, мына жағаның астында астыңғы өңірдің иық сызықтары тұр. Бәрі сол бір-біріне жаңа сәйкес келу керек. Соның бәрін сәйкестендіріп, жаңа булавкамен қыстырып алып, бұны да қол инемен көктеп аламыз. Міндетті түрде. Міне қараңыздар, мен қазір қол инемен көктеп шығамын. Қол инемен көктеп алған бұйымды сосын барып міне машина тігісіне саламыз. Мен келесі видеоларымда, қыз-келіншектер, қазір мысалға сіздерге костюм жағаны көрсетсем, енді сол жағаның шальвый воротник деп аталатын жаңағы несін көрсететін боламын. Сол видеоларды жіберіп алмаңыздар. Жалпы бізде бұл алдағы уақыттарда жаңағы онлайн сабақтар да жүргіземіз. Әрине ол онлайн сабақтар ақылы болады. Ол сабақтарда жаңағы мындай видеомен көрсеткенге түсіне алмайтын основной жаңағы лекалаларды қайтып алу керек, өлшемдерді қайтып алу керек, олардың формулаларымен қалай есептеп, қалай жаңағы лекаламызды аламыз, соларды көрсететін боламыз. Және білім алғандарыңызбен бірге курс аяғында біз жаңағы ұтыс ойындарын ойнататын боламыз. Ұтыс ойындардың ең жаңағы жоғары тігілетін жүлделері ол жаңағы жак машинкалары, жаноми машиналары деген сияқты паровый үтік, сондай керемет нәрселерді ұтысқа тігетін боламыз. Оны сілтемелерді мен алдағы уақыттарда қалдыратын боламын. Ол қай айда, қай кезде, қандай жаңағы неде болатынын жазатын боламын. Яғни келесі видеоларда қыз-келіншектер жолыққанша өнімдеріңізді осылай әдемі қылып шығарып алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Қарап тұрсаңыздар, менің костюмның жағасы дайын болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияда жазып қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.